Сәлем достар. Қалдеріңіз қалай? Мен Шолпауындасына бүгін сіздермен біргемін. Менің биоэкогенатом каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қызықты тақырыпты түсіндіретін болам. Көріп тұрғандарыңыздай, ойлан, көз жеткіз, қорытынды жаса деп аталатын 3 кезеңнен тұрады. Бұл осыған дейінгі сіздерге көрсетілген адам ағзасында астың қорытылуы қалай жүзеге асады деген сұраққа жауап береді. Ол қайдан басталады? Ең қызығы, ойланыңыз, тамақ асқазанда қорытылып бастала ма? Осы сұрақ төңірегінде мен сіздерге әртүрлі эксперименттер жасау арқылы ауыз қуысында қандай үдерістер жүретіндігін дәлелдеймін. Нәтижесінде қорытынды шығаратын боламыз. Сонымен ауыз қуысында қандай жағдай болады? Иә, сіздер жаңылыс естіген жоқсыздар. Ауыз қуысында 2 процесс жүретіндігін сіздер білетін боласыздар. Бұл ең бірінші механикалық үдеріс. Екіншіден химиялық реакция. Ал химиялық реакция қалай жүреді? Механикалық өңдеу қалай басталады? Осы сұрақ төңірегінде мен сіздерге тоқталып толықтай айтып өтетін боламын. Химиялық реакция жүре ме, немесе механикалық өңдеу бастала ма? Қалай жүреді? Химиялық өзгерістердің негізгі көрсеткіштерін зерттеңіз. Үй жағдайында осы зерттемелерді қалай жасаймыз, соған тоқталатын болам. Барлық адам ас қорыту асқазанда, яғни қарында жүреді деп ойлайды. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Әрине, ол ауыз қуысынан басталады. Ауыз қуысында ең бірінші қандай өзгеріс болады? Қандай процестер жүреді? 2 процесс жүретінін естеріңізге ұстаңыздар. Бірінші механика. Механика, яғни тістеу, жұлу, шайнау. Бұл процестер тіс, тіл жақтың әсерінен жүзеге асады. Бұл үдерісті біз механикалық үдеріс деп атаймыз. Ал енді химиялық процесс қалай жүреді? Олай болса, мынадай экспериментке назар аударыңыздар. Мен сіздерге қолымда крекер печеньесі. Осы печеньені оның құрамында қандай заттардан тұратынын білесіздер ме? Химиялық заттар. Маңызды ол крахмал. Крахмал күрделі нәруыздарға жатады. Осы нанды 2 жағдайда эксперимент жасап көрейін. Бірінші жағдайда көріп тұрғандарыңыздай, крекер печеньені ыдысқа салып, азғана су қосып, одан кейін оған йод тамыздым. Сол кезде оның түсі қою көкшіл түсті болды. Ал екінші жағдайда печеньені тістеп, механикалық өзгеріске ұшыраттым, және химиялық үдеріс менің ауыз қуысында жүзеге асты. Бұл сілекей бездерінің құрамында амилаза деп аталатын ферменттің нәтижесінде крахмал ыдырады. Бірақ амилаза ферменті еш уақытта реакцияға түспейді. Ол арнайы крахмалды ыдыратуға қатысатын фермент реакцияны жылдамдатады. Ал крахмал ол бізде как субстрат ретінде жұмыс жасайды. Ол крахмал шайнағаннан кейін мен келесі ыдысқа салып, оның үстіне йод тамыздым. Йод тамызғаннан кейінгі жағдайды қарайтын болсаңыздар, қою көкшіл түстің жоқ екендігін көруге болады. Яғни бұдан қандай қорытынды жасар едіңіздер? Сілекей безінің іс әрекеті қалай жүретінін
дәлелдеп отырмын. Бірінші жағдайда крахмалдың бар екендігін дәлелдедім, ал екінші жағдайда крахмалдың ыдырағанын, химиялық үдерістің жүргенін көріп отырсыздар. Бұл көк түс қайда кетті? Неге жоқ көкшіл түс? Қою қара көк деп айтады. Неге жоқ ол түс? Себебі печеньенің құрамындағы крахмал ыдырап кетті, ыдырап жатыр. Ол қарапайым қантқа айналды. Біздің ауыз қуысымызға салған тағам не себепті тәтті болады десеңіздер, ол қарапайым қантқа айналып жатыр дегенді білдіреді. Яғни крахмал ыдырау нәтижесінде мальтозаға айналды. Яғни йод ертіндісі, ол крахмалды, тек қана крахмалға ғана әсер етеді. Ал тамақ шайналған ас құрамында крахмалдың болмауы, ол біздің ауыз қуысымыздағы сілекейдегі фермент амилаза нәтижесінен болып тұр. Амилаза ферменті крахмалды ыдыратып, қарапайым қант пайда болды. Сонымен сіздер қандай қорытынды шығарар едіңіздер? Екі экспериментті үй жағдайында өздеріңіз жасап көз жеткізсеңіздер болады. Бұл процесс біздің ауыз қуысымызда жүріп жатқанын дәлелдей аласыздар. Сонымен қорытындылай келе, сілекей бездері амилаза деп аталатын фермент болатындығын және адам ағзасына түскен нанда крахмал болатындығын білесіздер. Крахмал ол ыдырайды. Ол амилаза ферменті нәтижесінде ыдырайды. Ол химиялық үдеріс деп аталады. Ал механикалық үдеріске ауыз қуысындағы тіс, тіл, жақ қатысады. Шайнау, бөлшектеу, тістеу, бұл барлығы механикалық үдеріс. Ал химиялық үдеріс деп отырғанымыз крахмалдың қарапайым қанттарға ыдырауы. Сөзімді қорытындылай келе, осы сілекей безге қандай безге жатады? Сыртқы без бе, ішкі без бе, жоқ әлде аралас без бе? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қорытындыларыңызды айта отырыңыздар.